Достар, бүгін сіздермен шексіз білім арнасы бізде тағы да 5-ші бөлім педагогика пәні бойынша тест сұрақтарын жауабымен талдаймыз. Бірінші сұрақ, кеттік. Ғылыми педагогикалық зерттеулердің эмпирикалық әдістері. Жауабы: С. Бақылау, әңгіме, сауалнама, эксперимент. Екінші сұрақ. Ғылыми педагогикалық зерттеулердің теориялық әдістері. Жауабы: анализ, синтез, салыстыру, абстрактілеу. Жауабы: Е. Үшінші сұрақ. Қазіргі педагогикалық жас кезеңдер бойынша бастауыш мектеп жасындағы балалар бұл. Білім алушылар, ана жерде тестті байқасаңыздар, мен бір-екі сұрақты қайталап қойғанмын өткен бөлімдерден. Неге? Өткені сіздердің алдағы бұйыртса келе жатқан тесттеріңізді жақсылап нығайту үшін, берік білім алуларыңыз үшін мен бір-екі тест сұрақтарын қайтадан енгіздім. Ол әрине 6-дан 10 жас аралығында. Жауабы: келесі сұрақ. Төртінші, жас ерекшеліктері дегеніміз. Бұл сұрақта қайталанған бізде естеріңізде болса, енді қазір тауып көріңіздерші, естеріңізде сақтаған болсаңыздар. Жауабы: В. Өмірдің белгілі бір кезеңіне тән анатомиялық, физиологиялық және психикалық сапалар. Бесінші сұрақ. Педагогикадағы табиғи эксперимент. Жауабы: А. Оқу тәрбие процесін бұзбай зерттеу гипотезасын тексеру. Алтыншы сұрақ. Педагогикалық процестегі қалыптасқан жағдайды анықтайтын эксперимент түрі. Жауабы: С. Констатациялық эксперимент. Жетінші сұрақ. Педагогикалық әдеп көрінеді. Жауабы: Е. Мінез құлқынан. Сегізінші сұрақ. Жүйелілік және бірізділік функциясы. Жауабы: В. Оқыту процесін және оның мазмұнын бір тәртіппен құрастыруды талап етеді. Тоғызыншы сұрақ. Қалыптастырушы эксперимент бағытталады. Жауабы: А. Зерттеу пәнін өзгертуге. Оныншы сұрақ. Педагогика ғылымының зерттеу объектісі. Жауабы: Д. Қоршаған педагогикалық шындық. 11-ші сұрақ. Педагогика ғылымының зерттеу пәні. Жауабы: А. Жеке тұлғаның даму процесі. 12-ші сұрақ. Педагогика ғылымының пайда болу себебі.
Жауабы: В. Адамды өмірге дайындау қажеттілігі. 13-ші сұрақ. Ғылым ретінде педагогиканың негізін қалаған. Жауабы: Д. Каменский. 14-ші сұрақ. Оқушы қабілеттерін дамыту. Жауабы: табиғи нышандардан тәуелді. 15-ші сұрақ. Педагогиканың объектісі. Жауабы: Д. Тәрбиелік қатынастың нәтижесінде дамушы адам. Осымен достар, біздің 15 сұрағымыз аяқталды. Көмегім тиген болса, лайк басып подписаться ете кетіңіздер. Шексіз білім арнасы осындай ғылыми жұмыстар жасайды. Сізде білім жолында осындай қиындықтар болып жатырса, WhatsApp желісінен осы нөмірге өтсеңіздер болады. Сонымен достар, барлықтарыңызға сәттілік тілеймін. Қымбатты достар, егер сіздерге видео ұнаған болса, сіздер үшін жасаған еңбегімді бағалап, лайк басып подписаться ете кетіңіздер. Және бұл жұмыста сіздерге ұнаған болса, міндетті түрде комментарий бөліміне жазсаңыздар, мен қуанып қаламын достар. Баршаларыңызға тестке сәттілік тілеймін. Құдай қаласа, грант иегерлері болыңыздар. Сау болыңыздар.